Армысыздар, құрметті қазақ елі. Міне уәде еткенімдей, мен сіздермен тікелей эфирде қауышып отырмыз. Сіздермен Анара Сулеева. Бұл эфирге шығудағы басты мақсатымды жаңа мен қысқаша түсіндіріп өттім. Ең әуелі бүкіл қазақ елін қашанда көгімізде көк байрағымыз желбіреп, тыныштығымыз бұзылмай, ауызбіршілігіміз мәңгі сақталып тұратын ел болуға Алла нәсіп етсін. Бүгінгі заңды түрде Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы өз міндетін бастады. Қашанда халықтың жанашыры бола біліп, халықпен бірге болатын президент болатынына бәріміз де сенейік. Ал ендігі жерде біз Шымкент қаласының дәл ортасында, мінекей мен көрсетейін. Бұл Шымкент қаласындағы мега плаза, Шымкент плаза. Әлеуметтік желідегі жазбаларды әрбір өңірдегі толқулар, әсіресе мына Алматы, Астана, оның арасында Шымкентте бір-екі көрінді. Біздің ауызбіршілігімізді ыдыратуға, арандатуға жол беріп отырған тырнақшаның ішіндегі белсенділерге сеніп қалмауларыңызды мен сұраған болар едім. Осы мақсатта үнсіз отырғаным жарамас, менің жекеме де шығып қаншама жеке сұрақтар қойылып жатты. Анар апай, неге сіз үнсізсіз, неге сіз шықпай жатырсыз, белсенділік танытатын едіңіз, олар неге бүгінгі таңда қоғаммен бірге емессіз деген сұрақтар туындауына байланысты мен бүгін арнайы шықтым. Сайлаудан кейінгі көше тыныштығы қандай? Жастарымыз шын мәнінде көшеге шығып, митинг ұйымдастырып жатыр ма? Оны біз тікелей эфир арқылы, әрине, интернет желісінің ұстауына байланысты бірден ескертіп айтайын. Біздер тікелей эфирдамыз. Ал ең көп шоғырланып, көп жиналатын, жастарымыздың көп жиналады деген жерлердің барлығына өздеріңізге шолу жүргіздіріп өтемін. Бізбен бірге болыңыздар, біз сіздермен пока қоштаспаймыз. Біздер тікелей эфирдамыз. Өздеріңіз көріп отқандай көшеде пока тыныш, алайым тыныштығымыз мәңгі болғай. Біз мына жерден өтейік қазір. Жолдың күн көзі қатты түсуіне байланысты мен көрмей қалуым да мүмкін. Ешқандай ереуіл, ешқандай толқу, жастарымыздың көшеге шығуы бізде дәл қазіргі уақытта мына орталық ешқандай байқалмайды, тыныш. Жол патрульдік полицияларының көліктері бірақ жолда тұр, мінекей. Тәртібімізді бақылаған тәртіп сақшыларына күннің ыстығы, я болмаса жаңбырға қарамай, ешқандай да кедергілерге қарамай өз қызметтерін атқарып жүрген полицейлер. Міне мен жақындатып тұрып қаратайын. Бірақ көшенің барлығында тәртіп сақшылары бар. Оны мойындауымыз керек. Ал бірақ шын мәнінде бізде жастарымыз көшеге шығып, осы жерден кешегі эфирде, желіде көрдіңіздер. Ондайлар көптеп кездесіп жатты. Әлеуметтік интернеттің, желінің ұстамауына байланысты, ақпараттарды кеш көріп отыруымызға байланысты біздер тікелей эфир жүргізе алмадық. Бүгінгі таңда міне қазір біз жолдың мына бетіне өтейік. Міне сақшыларымыз сақадай сай барлығы. Көшенің барлығында, шындығында полицейлер өте көп. Полицейлер өте көп. Бірақ біздің тәртіп бұзушыларымыз қуанышты жағдай деп айтсақ та болады, жоқ. Алайым жастарымыздың сана сезімдеріне
тыныштықты, ауызбіршілікті қашанда олардың жадыларында болуын біз сұраған болар ек Алладан. Мінекей бізде тәртіп сақшыларымыз. Мұны көріп тұрсыздар, ешқандай алып кету, басып кету ондай орын алып жатқан жоқ. Біздер егер әлеуметтік желі интернетіміздің ұстау жақсы болатын болса, қазір қаламыздың символы тюльпан жақты да бір айналдырып көріп өтеміз. Мінекей біздер көше жақты да көрсетейік. Мен жастарға айтқан болар едім, арандатуға ермей, біреудің айтағына ермей, ертеңгі күні мен алдандым деген челленджді таратпай, әркім өзінің ой қабілетімен, парасатыменен, жүректегі нұсқауларымен әрекет етсе, егерде айтаққа еріп көшеге шыққан жастарымыз болса, олардың, менің мына үлкен кісілерге шынымды айтайын, ұстап алып кетіп жатқандарға олардың болашағынан балта шабылды деп айта алмаймын. Бірақ жастарымыздың болашағына балта шабылды деп толық көлемде айта аламын. Себебі ертеңгі күні мемлекеттік қызметке тұратыны бар, жоқ басқа да қызметте болатын жағдайлар болатын болса, ол мәңгі таңба екен. Жастар, сіздер естеріңізден шығармаңыздар. Себебі анықтама, соттылық туралы анықтама деген бар, және қылмыстық істі болу деген анықтама бар. Бұл сіздер үшін үлкен кедергі болады келешекте. Мемлекеттік қызметке тұруларыңызға да өте үлкен кедергі. Сол үшін арандатуға ермеңіздер, жастар. Мен өзім осы уақытқа дейін белсенді болып, тәртіп бұзушылық, заңсыздық туралы талай айтып келдім, айтамын да, айта береміз да. Бірақ мен қоғаммен біргемін қашанда. Мен сіздермен біргемін. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын бәріміздің де түпкі ұстанымымыз. Бірақ деген сөздің өзі жастарымызға үлкен толқыныс береді. Сайлау әділет, заңсыз өтті. Е болмаса сайлаудың заңсыздықтарын көріп тұрып, біз келешекте көргіміз келмейді дегендей ұстанымды аулақ болыңыздар. Осы уақытқа дейін еліміздің тыныштығы мәңгі сақталып, ауызбіршілік бізде болды. Әрине жұмыс болған соң, ең бастысы үлкен мемлекет болғаннан кейін, мүмкін арасында заңсыздықтар басқа да орын алатын шығар. Бірақ Аллаға шүкір, осы күнімізге шүкір дейік. Осы күніміздің өзі бізге үлкен мотивация да сыйлайды. Себебі мінекей бейбіт елдің көк туымыз көгімізде желбіреп, қай бұрыштан бізді кім атып кетеді екен деген үрейден аулақпыз, Аллаға шүкір. Барларыңызды қолдағы бағалай біліңіздер. Ең басты барларыңыз, бақыттарыңыз, басты құндылықтарыңыз ол бостандық. Сол бостандықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда. Егерде тікелей желіде сіздердің сұрақтарыңыз болса, жастарға, я болмаса мына полицейлерге біздер сұрауға, сұрақты қойып жауабын алуға барынша жағдай жасап көреміз. Бірақ та жауап алатын біз ешқандай заңсыздық байқап отқан жоқпыз. Мінекей жастарымыз да өз жұмыстарымен, өздері кереметтей тыныштық. Алайым осы тыныштығымыз бір мәңгі болсын бізге. Жаңадан қосылып жатқан көрермендерім болса, менің басты мақсатым
Мына Арбатты да жүріп өтсек, Арбатпенен Тюльпанға шықсақ, Жастардың ең көп шоғырланатын жері міне Арбат. Көріңіздер. Көрейік, бұл жақта да жастарымыз. Біздің ең басты құндылығымыз бен қолдағы байлығымыз, біздің бостандығымыз бен тыныштығымыз. Осыны естен шығармаңыздар. Қашанда азат елдің көгінде көк туының желбіреуі, әрбір жасымыздың бостандықта сауық сайран құрып, бақытты өмір кешуі өз қолдарыңызда. Сол үшін де мінекей жастарымыз әдемілі Арбат, жаңадан ашылған Шымкент қаласының жастардың шоғырланатын Арбат демалыс аймағы. Мен біраз сіздерменен бүгін серуендеуге тура келді. Себебі халқым үшін қызмет етіп жатқан кезде, халқым үшін шаршамай, лайым Алла шаршатпай күш қуатымызды бойымызға дарытып, Шымкенттің тыныштығын елге көрсету. Менттер неге қаптап жүр көшеде дейді. Ол біріншіден полицей деп айтайық. Полицейлер сенің, менің, халықтың тыныштығын күзетіп, тыныштықты күзетуде біздің полицей мырзаларымыз. Мінекей, мұны көріп отырсыздар барлығы. Ешқандай Аллаға шүкір бетін аулақ қылсын деп тілейік. Бетін аулақ етсін, тыныштығымыз мәңгі сақталсын. Тыныш елдің қашанда ел болған екен, халық болған екен, арасында іріткі салушылар кездесіп жатады. Сондай іріткіге жол бермеу, оларға иланбау. Ал сенген қосановтарыңыз мінекей 4 ұпайы түгел. Ол өзімен өзі, өз қызметінде. Бүгін президент болмаса, ертең парламент болуы да ғажап емес. Сол үшін жастарға айтар бір ғана базынам. Әркім қазақ тілінде айтқанда өз қотырын өзі қасиет дейді ғой. Көшеге шығып жатқан жастарды қамапты ғой, осылар мен үшін қамалды ғой деп тырнағын қимылдатпаған Қосанов үшін сіздер бастарыңызды бәйгеге тікпеңіздер. Заң баршамызға ортақ. Егер заңсыз көшеге, заңсыз митинг ретінде шықты ма, әрине заңды шара көріледі. Бірақ сол сіздердің көшеге шыққан митингларыңыздан сіздерді я Қосанов, я басқа адам құтқармайды. Сіздерді саламатсыздар ма? Біздің жастарымызды мінекей қамап қойды ғой бір Қосанов. Менің кесірімнен жастарымыз істі болып жатыр ау. Көшенің тыныштығы, елдің тыныштығы бұзылды ау. Мына жастарымның алдына шығайын деген бізде Қосанов болмағаннан кейін. Сіздер де Қосанов үшін өз тыныштықтарыңызды өздеріңіз кетірмеулеріңізді мен сұраған болар едім. Қараңыздар, қандай керемет. Серуен, табийлеріміздің езуінде күлкі. Барлығымыз осы күлкіден алайым, Алла айырмасын баршамызды. Қазір мүмкін көре алмауларыңыз мүмкін, бірақ міндетті түрде интернет желісі ұстаған жағдайда қарап шығуларыңызды сұраймын. Себебі елімнің болашағы мені алаңдататыны хақ. Мен халықпен, мен қоғаммен біргемін. Арандатуға жол бермей,
өз тыныштықтарыңызды өздеріңіз балта шаппай мінекей күліп ойнап жүргенге не жетсін. Ешқандай алып кету, күштеп ұстау біз әзірге байқаған жоқпыз. Егер байқасақ, міндетті түрде мен араласамын ол жерде. Сұрақ жауап қандай негізде ұсталып жатыр, қандай негізде, қандай заңға сүйеніп оны алып кетіп жатыр деген сұрақтарды, заңды сұрақтарды мен әрине қоямын. Мен бүгін сол үшін өздеріңіздің алдарыңызға шықтым бүгін. Мен бір-екі жасты қазір сөзге тартып көрейінші. Жастарымыздан сөз алайық қазір. Саламат па балдар? Қазақша түсінеміз, е? Біздер тікелей эфирдамыз. Мен журналист Анара Сулеева. Ат жөндеріңді айтсаңдар? Қаланың тұрғынысыңдар ғой, е? Қонақ емес, осы жердік тұрғылықты. Көшеміз тыныш па? Не байқадыңыздар? Тыныш. Сіздерге кеп ешқандай мазалап, полицейлер жағынан мазалау болған жоқ па? Бәрі жақсы, е? Ешқандай. Бүгінгі мынау еліміздегі болып жатқан саяси науқанға байланысты жер-жерде көтеріліске шығып жатқан жастарға не айтар едіңдер, жастар ретінде? Өздеріңнің ұстанымдарың қандай? Елдің тыныштығы ма, әлде сендер де жастарға қосылып көшеге шығарып едіңдер? Жоқ, тыныштықты қалайсыңдар ма? Тыныштық қалайсыңдар, е? Рахмет, жандарым. Өзің? Тыныштық. Мінекей біздің жастарымыздың позициясы. Рахмет. Мен тағы да енді үлкен апаларымыздан да сұрап көремін. Жастарымыздың пікірін көрдіңіздер. Барлық жастарымыз осындай болса ғой, мінекей мына бақытты балалық шаққа не жетсін. Күлкі езудегі. Полицейлерге осы керек па? Көріңіздер шал. Бірақ кешегі әлеуметтік желідегі шулап жатқан жағдайдан кейін көшенің әрбір бұрышына қоюға, бұлар қызметтік борышта тұрған, өздерінің қызметтерінде тұрған полицейлер. Мінекей, бәрі әзірге тыныш. Бұл Шымкент қаласының орталық Арбат саябағы, жастардың демалыс аймағы орталығы. Мінекей. Өздеріңіз де білесіздер, қанша күннен бері интернет желісінің ұстамай жатқанын. Мен алдарыңызға шықпасам, ол қорыққаннан, не болмаса басқадан емес, желінің жұмыс жасамауынан мен ортаға шыға алмадым. Міне бүгін біз орталарыңызда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың салтанатты түрде ант қабылдауын көзбен көріп, көшедегі толқулар мен көшедегі митингтер біздің Шымкент қаласында болып жатыр ма деген сұрақ мені мазалағаннан кейін шыққан болатынмын. Жастарымыз отыр, керемет, әдемі. Қолын қайырып атқан ешкім жоқ. Машинаға күштеп салып атқан жоқ. Бірақ машиналары әрине полицейлер өз қызметтерінде қандай жағдай болса да сақадай сай тұр. Ал енді біз қаламыздың бас символы тюльпан дейміз ғой, мына қызғалтаққа қарай. Сол жаққа қарай ауысамыз. Міне, көзбен көрдіңіздер. Әрине, әркімнің өзінің ұстанымы, өзінің өмірге деген көзқарасы бар. Әркімнің жеке пікірі бар. Сол пікірлеріңіз өздеріңізде жақсы жағынан қалыптасқанын қалаған болар ем. Себебі заңсыз жастарының қамалуы, ол өміріне балта шабылуы деп білемін. Сол үшін заңсыз митингке шығу да, оны заңсыз аяқ қолын қайырып алып кету де әрине барлығы
заң шеңберінде болған дұрыс. Мінекей көрейік енді. Бұл Гүлжан аялдама жағы біздің. Біз қазір Түлпанға қарай келе жатырмыз, жол құрметті көрермендер. Бізде бәрі қалыпты жағдайда. Автобустар жүріп, жастарымыз көшеде, өз ешқандай күштеу, зорлау, алып кету, машинаға тығу, ұрандату. Мені жоқ. Таныс болыңыздар. Бұл Шымкент қаласының Гүлжан аялдамасы мінекей. Бұл жерде бізде де жастардың көп шоғырланатын жері деп не үшін айтып жатырмыз? Күннің ыстығына байланысты Шымкенттің орталығында жаңа біз технопарк аталып өткен қиял әлемінен өттік. Қиял әлемі арбат барлығы тыныш, қалыпты, өте керемет. Лайым еліміздің тыныш болғанын бәріміз де қалаймыз. Ауызбіршілігіміз ыдырамайды. Тыныштық бейбіт өмірде сүргенге не жетсін? Үрейленіп, қай жағымнан келіп, кім атып кетеді, я болмаса кім келіп мені алып кетеді екен деген үреймен өмір сүргенше әркім өзінің жанының тыныштығын қалайтын шығар деген ойдамын. Солай болу да керек. Өмір жүрмеген жаяу біраз шақырымда жүріп тастадым ау мен. Керемет. Мінекей межелі жерге де келдік. Бұл жақта тіптен күзетке қойылған полицейлер де көрінбейді. Яғни тыныш деген сөз. Оны да қазір көзбен көрейік. Сіздермен тікелей эфирде мен Анара Сүлеева. Шымкент қаласының символына айналған Түлпан фонтаны, яғни Қызғалдақ фонтанына да келдік біздер. Барлығын өздеріңіз көріп отырғандай. Құрметті көрермендер, құрметті өзге аймақтағы қызығушылық танытып отырған келіп қаласың деп айтатындар. Міне, құрметті көрермендер, желінің үзілуіне байланысты. Міне біздің Түлпан. Не көріп тұрсыздар? Ешқандай ал бұяқты да көрейік. Біз осыменен осы жерден шоғырланайық. Мінекей мына жерде кішкене
Газель полицейлер тұр екен. Жастардан сұрайық. Ұсталып жатқан егер адамдар болса, міне. Саламатсыздар ма? Не күтіп тұрмыз, қыздар? Мен журналист Сулейва Анара. Көшедегі тыныштықты Күйеуіммен жүрмін. Күйеуіңізді ұстап, ондай болып жатқан жоқ па? Жоқ. Ондай жоқ па? Мінекей. Пока барлығы тыныш. Полицейлердің. Саламатсыздар ма? Тыныш па көше? Жастардың жаңағы алаңға шығу ондайлардан бүгін тіркелді ма? Бәрі тыныш, я? Мінекей, құрметті көрермендер, өздеріңіз көрдіңіздер. Бізде Шымкент қаласының жастардың көп шоғырланатын орындарының барлығын сіздерге көрсетіп, тікелей эфир арқылы көрсетіп қайттым. Тыныш, лайым тыныштығымыз мәңгі болғай, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Тағы да айтарым, мынау арандатқандарға еріп қалмай, заңсыз митингке шығудан аулақ болыңыздар. Қосанов сіздерге қол жәрдем ешқашан бермейді. Өзінің ұпайы түгел адам. Халықтың алдына шығып, жастарды босат деп бір сұрамағаннан кейін, мен жастарға жаным ашығандықтан бүгін көшелердің барлығын тікелей эфир арқылы жүріп өттім. Біздер қашанда халықпен біргеміз. Сіз болып, біз болып, күшіміз біріксе, әрине, тыныш бейбіт елімізде біздер кереметтей өмір сүруге құқылымыз. Сол тыныш өмірімізді біреудің бұзуына, өздеріңіздің бостандықтарыңызды біреудің шектеуіне жол бермеңіздер, жастар. Мен жастарға қаратып айтып отқаным тағы да түсіндіре өтемін. Келешектеріңізге балта шаппауларыңызды елдің тыныштығын бұзбай, кереметтей бақытты ғұмыр кешулеріңізге мен тілектеспін. Сіздермен бірге болған Анара Сулеева. Рахмет.